Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің берген ақпаратым сіздерге ұнап жатса, қоңыраушаны басып тіркеле отырыңыздар. Бүгін миновазин туралы айтатын боламын. Миновазин әр отбасының дәрі қобдишасында бар, бірақ оны қалай дұрыс пайдалану керектігін көбі біле бермейді. Сондықтан кез келген дәріханадан табылатын бәріне қолжетімді бағадағы дәріні қолдану да пайдалы кеңестер ұсынбақпын. Радикулит кезінде мойынды, желке тұсын, омыртқаны майлаңыз. Бұл дертіңізді айтарлықтай жеңілдетеді. Ұзақ уақыт бойы тұрақты түрде денеңізді майлай отырып, буындардағы тұздардың шөгуін толық емдеуге болады. Жүрек ауырғанда, бас ауруы және де тіс мазаласа, құлақтың айналасына күніне 2 рет майлау керек. Аяқтарыңыз ауырып мүлдем көтере алмайтындай болсаңыз, күніне 1 мезгіл табан мен тізелеріңізді майлаңыз. Нәтиже керемет болады. Миновазин құлақ ішіндегі құлықты тоқтатып, ауырсынуды және қабынуды жояды. Безеуге мини-компресс жасаған. Мақтаға миновазин сіңіріп, кішкене саусақпен қысасыз. Оның көмегімен банкаларды қойып, дезинфекциялауға болады. Және егер бас ауруы мазалап жүрген болса, миновазинді шекеңіз бен самайыңызға жағыңыз. Әсері бірден байқалады. Миновазин геморройға да көмектеседі. Таңертең жуынып болған соң сұқ саусағыңызбен бинт орап алыңыз. Оны миновазинға батырып, тік ішекті бір сүртіп майлап шығасыз. Қатты ауырады, бірақ шыдамдылық қажет. Осы процедураны 5 рет қайталағаннан кейін геморройды мәңгіге ұмытасыз. Сүт безінде ауырсынуды, шаншуды сезсеңіз, ауырған жерді дереу осы препаратпен сүртіңіз. Ауырсыну тез басылып, қабыну жойылады. Онкологиялық аурулар кезінде қолдануға болмайды. Мұны да біле жүріңіз. Суық тиіп, жөтел мазаласа, денеңізді миновазинмен сүртіңіз. Арқа мен кеудені аталған препаратпен сылап, кейін бірден жылы орамал немесе жын свитерді киіңіз. Жылы төсекке жатыңыз. 2-3 рет жасау арқылы жөтелден құтылуға болады. Және сіз қайта ауырып қалмайтын боласыз. Егер сізде ангина басталса, дәрігер тағайындаған дәрі-дәрмектерден басқа миновазинмен тамақ аймағын сүртіңіз. Жылы оранып жатыңыз. Ал мұрын бітеліп жатса, алдымен бір мұрын тесігін жауып, иіскеп, содан кейін басқасын жауып қайталайсыз. Еріндегі герпес, мақта дискісін миновазин ерітіндісіне малып, ауру аймағына басып тұрыңыз. Герпестің орнына миновазин жақпа майын жауға болады. Құлақ ауруы, мақтаны спиртті ерітіндімен сулап, құлаққа күніне 2 рет 15-20 минутқа жағыңыз. Венаның варикозды кеңеюі кезінде миновазинді пайдалану аяқтағы ауырсыну мен ауырлық сезімін жояды. Ісінуді азайтады. Ерітіндіні табаннан жоғары қарай жеңіл қозғалыстармен жағу қажет. Егер сіз ұйқысыздықтан зардап шегетін болсаңыз, миновазиннің спирттік ерітіндісінде мақта тампонын сулап, желкені құлақтан құлаққа дейін сүртіп шығу жеткілікті. Ешқандай ұйықтататын препараттардың көмегінсіз-ақ тыныш ұйықтайсыз. Гайморитте миновазинді ауырсыну белгілері мен ісінуді басу үшін қолданады. Аурудың көзі инфекция, оған препарат әсер етпейді. Бастапқы симптомдарды, ісіну және ауырсынуды жою үшін сұйықтықтың өзі мөлшерін гаймор қуысына жағып, жеңіл массаж жасау керек. Миновазиннің әрекетін күшейту үшін бұл аймақты жұқа матамен жабуға болады, немесе бинт пайдалана аласыз. Әсерді күшейту үшін маңдайға және самайға жағады. Өзіме көмегі тиген ақпаратпен бөлісе кетейін. Менде керемет оң нәтижесі болды. 2 жауырынымды салқын ұстап, арқам қозғалтпай қалғанда, осы дәрінің көмегі шипалы болды. Өзі арзан болғаны мен сапалы өнім. Сіздерге де ұсынамын. Әр үйде осы миновазин болу керек деп ойлаймын. Және де тағы бір ақпаратпен бөлісе кетсем, ауырып, жөтелім кетпей, не ішерімді білмей жүргенде, осы миновазин есіме түсіп, жылытып тамағыма, табаныма және тіземе жаққан болатынмын. Әуелі тамағым тез арада қыздыра бастады. Содан соң тіземді, табанымды таңертең оянғанда шылқып терлеп тұрдым. 3 күн қайталадым. Жөтелім әжептәуір басылды. Жақсы болып қалдым. Сіздерге де кеңес беремін. Миновазин туралы берген ақпаратым осымен аяқталды. Сіздерге ұнап жатса, қоңыраушаны басып тіркелеп отырыңыздар.